Сәлем құрметті көрермендер мен ютуберлер. Бүгінгі видеода мен комментарияларға жауап беретін боламын видео ретінде. Өткені бана саусақпен жазып үлгермей жатырмын. Комментариялардың сложности күннен күнге үлкейіп баратыр. Және осы видеода сіздер өздеріңізге керекті қымбат өте пайдалы мәлімет алатын болсыздар. Сондықтан да каналға тіркеліп лайк басыңыздар видеоға. Және видеоның соңында әрине ұнамаса видео лайктарыңызды алып тастасаңыздар болады. Ал ендеше кеттік. Ол үшін комментарияларға өту үшін мен өзімнің творческий студияма кіріп, төменде комментарий деген бөлімге өтем. Наргиз KZ сұрақ қойып жатыр, компьютерді қалай түсіреді, компьютердің бетіндегі болып жатқан оқиғаларды қазір мен көрсетіп жатырмын. Сол сияқты түсіру үшін мен OBS деген программаны қолданамын. Оның түрі мынандай болады, мінекей. Көрініп тұр ғой, сіздерге мына жерде начать запись деген кнопка бар. Басса экрандағы нәрселер жазыла бастайды. Одан кейін настройкаға кіріп микрофон таңдайсыз. Мен қазір мына боя деген микрофон таңдадым. Сөйтіп дауыс осыдан жазылып жатыр қазір. И камераны бөлек түсіріп жатырмын. Камерадағы мәліметті видеоны монтаж кезінде қосып қоямын да үстіне. Одан бөлек веб камераны қосатын болсаңыз, мына жақта плюс деген кнопка бар. Плюсты басып, қайсы мына жерде веб-камераның өмірі қолданбағамда, осы жерде бар, біреуін басып веб-камераны таңдайсыз. Захват окна дейсіз. Сол камераны таңдап қойсаңыз, камерадағы видео бір бұрышқа тұрады, жетеді, ыңғайлы жерге қойып қойсаңыз болады камераны бір бұрышқа. Сосын камераны ыңғайлы жерге бір бұрышына қойып қоясыз, ешкімге экраныңызға мешет етпейтіндей. Жарайды, видеоны қойып қояйық. Өте дұрыс, керемет, рахмет. KZ мен обложканы қалай қояды видеоға дейді, өтініш жауап бересіз бе? Обложка қою үшін контент дегенге творческий студияға өтесіз, контент дегенге өтесіз, одан кейін видеоны басасыз. Одан кейін мына жерде значок деген бар, значокта бүйтіп басып, изменитті басып, өзіңізге керек значок таңдап открыть десеңіз, сол значок болады. Одан кейін мына жерде оң жақтағы сохранить деген кнопканы басасыз, значогыңыз сақталып қалады. Егер де компьютеріңіз болмаса, телефон арқылы қойғыңыз келсе, творческий студия деген приложение бар, Play Market'тен көшіріп аласыз. Тура осы іс-әрекеттерді сол жақта қайталасаңыз, арнайы өзіңіздің превьюіңізді, обложкаңызды қойсаңыз болады. Мейрамбек аға оценка маған, неге әлі маған рахмет дейді, монетизацияны қосу деген видеоға. Үлкен рахмет дейді Нұрбану. Спасибо дейді. Рахмет. Сізде қалай осыншама көп подписчик, лайк, комменттер бар дейді. Өте орынды сұрақ. Әрине, мен бұл каналыма основном мен танитындар келеді. Ол біздің киностудия Мейрам каналынан келеді. Қазір Құдайға шүкір, Аллаға мыңда бір шүкір, 1 миллион подписчиктің есігін қағып тұрмыз. Сол жерден мен танитындар осы каналға келіп тіркеледі. YouTube-пен қызығып, сол арқылы табыс тапқысы келетіндер. Келесі видеоңыз қашан шығады? Келесі видеомды тамашалап отырсыздар. Асыл сөз арнасы, рахмет. Ағай, мен ғой, сіз мені дейді. Я, сіз мені. Аға, мен YouTube бастап жатырмын, қандай кеңес бересіз дейді. Барлық кеңестер осы мен видеом каналымда айтылған. Почти 95% айтылып кеткен. Не істеу керек ютуберлерге? Сол жерден көрсеңіз болады. Адрес қай жерде аға дейді. Компьютер 45 000 теңге деген видеода. Шымкент қаласында уже кез келген қалаға жеткізіп береді. Өте арзан компьютерлер, және жеткізген күнде де өзіңіздің қалаңыздан 2 есе емес, 1,5 есе ма, 2 есе көлемінде арзан түседі. Өте сапалы жеткізу түрін бәрін ұйымдастырған. Сіз қалай видеоны монтаждайсыз дейді. Менде Adobe Premiere деген программа бар. Сол программа арқылы монтаждаймын. Adobe After Effects деген программа бар, арнайы эффекттер жасаймын. Так, сапалы видеолар сайтты қақтан алады. Сайт туралы айтылған. Аға, ол бізге қалай ақша береді, сондықтан Каспиге салама дейді. Яғни YouTube-тан ақша табу туралы айтылған видеоға қойылған сұрақ екен. Лиза дейді кісі. Шын мәнісінде сіздер бірінші проблемамен 41-ші проблеманы шатастырып отырсыздар. Бірінші өзіңіздің видеоңыздың сапасын, барлық контентіңізді туралап алғаннан кейін барып ойлансаңыздар болады, ақшаны қалай түсірем, қай жерге түсірем деген секілді. Активностіңіз каналда жоғары болса, ақша түсіру проблема емес. Неткен керемет видео дейді. Рахмет, көп деген алғыстар көремін сіздердің тараптарыңыздан.
Барлықтарыңызға үлкен шексіз алғыс айтқым келеді. Switch KZ деген кісі біраз видео жүктей алмай комментарийде әңгімелескен болатынбыз. Live Football TV Беклан дейді. Сіздерден басқа сұрақ сұрасам, көрермен подписчиклайтар көбейтуге арналған программа бар ма? Оңайырақ тырысқанша істеймін дейді. Онда ешқандай программа жоқ, ол барлығы адамның өзіне байланысты. Сіз видеоңызды қызық қылып жүктесеңіз, әрине подписчигіңізде просмотрыңызда көп болады. Арнайы сайттар, платформалар бар, подписчиктер санын накрутка жасайтын, бірақ ол сізге зиянынан басқа еш нәрсе алып келмейді, тек қана зиян алып келеді, пайдасын тигізбейді. Нурченел сила ма дейді, конечно сила, топчик дейді. Рахмет, басқа ютуберлер бұны жасырады дейді. Айына 1 миллион теңге қалай тапса деген видео. Әрине ол бұл жерде мен басты мақсатым ол шынымды айтсам мақтану емес, немесе бағанағыдай бір басқа нәрсе емес. Бұл жерде мотивация беріп, қаншама адамға сол арқылы халықтың көзі ашылып, жаңа технологияларды меңгеріп, үлкен жетістіктерге жетсе деген ниет. Рахмет, Қалдош. Неткен керемет видео, рахмет. Брат, маған көмектесші, пожалуйста дейді. Енді бұл жерде әркім өзіне жауап көмек беру керек қой, өйткені бір адам мыңдаған адамға көмек беру өте ол қиын. Әрқайсысы өзіне тегін беріп отқан материалды қолданып, өз-өзіне көмектессе, әрине ол нұр үстіне нұр болады. Мен сіздің видеоларыңызды қалдырмай көремін. Рахмет, Бақытжан Назира. Каналыңыз керемет, тек алға, керемет. Рахмет, өте пайдалы видео болды дейді. Рахмет. Келсем, сіздің каналыңызда әдемі шапка бар. Достар, мен каналымды көріп кетіңіздер. YouTube'қа жаңадан келдім, қызықты видеолар салып тұрам дейді. Рахмет, аға, шамалы демалып. Миыңыз тынығып, семірсіз, тақия жарасады екен дейді. Майын Азик. Рахмет. Миым демалып тынығып шығар. Не деген күшті, аға, видео күшті ме? Маған ұнады дейді. Рахмет, Рамазан Шамшидин. Сіздің видеоңыз күшті екен, Беглан Сағымбай. Сіз менің каналыма тіркеліңіз. Керемет видео дейді. Жұма мүбәрәк болсын деген канал. Рахмет. Барлық алғыстарыңызға. Менің алғысым сіздерге шексіз. Маған осындай өте жағымды, пайдалы комментарий қалдырғандарыңызға, плюс басып кетіп жатыр каналдың активності үлкею үшін барлықтарыңызға мың алғыс. Қызық видео екен, әдемі түсіріпсің, брат дейді. Енді бұл жерде барлығын бағанағыдай басымнан қойылатын 90% сұрақтардың көбісі осы секілді болады. Сондықтан да барлығында бетіп бөлік-бөлік айтпай, мен барлықтарыңызға алғысым шексіз. Енді өткенде Инстаграмға бөлік сұрақ қойған болатын, бір көрерменіміз, соған бір жауап беріп кетейін. Яғни бұрындар мен каналды оформление жасау үшін не істеу керек деп айтқанмын. Яғни YouTube'қа өткеннен кейін, мой каналды басқаннан кейін, мына жерде настроить вид каналын басып, шапка аватарканы өзгерту керек еді. Енді қазір өзгеріп кетті, сразу мынау творческий студияға өтіп кетеді. Осы жерден сіздер бана шапка аватаркасын, каналыңыздың дизайнын өзгертсеңіздер болады. Яғни мына жерде настройка страницы каналы деген ашылды. Трейлер для зрителей, которые еще не подписались на канал деген жерде. Яғни сіздің каналыңызға әлі тіркелмеді, бірақ ең бірінші көретін видеосы қандай болып тұрады каналыңызға кірген кезде. Мысалы, менде каналыма тіркелгендерде мында YouTube қазір бастау плюс лайфхактар, тәжірибе бөлісу деген видео тұрады. Соны қалай өзгертеміз? Мына жерге басамызды. Яғни ол маған подписанылар. Не подписанылар қалай не істейді? Изменить видео дегенді басамыз. Мына жерде 3 нүктені басып, изменить видеоны басқаннан кейін не подписанный көрермендерге қандай видео ұсынамыз, соны көрсету керекпіз. 1 миллион теңге міне YouTube арқылы деген видео қойдық. Одан кейін подписчиктер түсінікті шығар, 3 кнопканы басасыз, подписчиктер қандай видео көреді. Қандай видео қойсақ болады? Подписчик санын көбейту деген сияқты видео қойып қояйық. Одан кейін астындағы не тұрады? Популярный тұрады. Одан бірінші мына жерде көріп тұрсыздар ғой, каналымызда популярный, одан кейін загрузки тұрады, одан кейін геймерлерге кеңестер деген плейлисттер тұрады. Плейлисттер өте маңызды, өткенде айтқан болатынмын. Сол плейлисттер қалай туралау керекпіз. Популярный видео бірінші тұр, көріп тұрсыздар.
одан кейін все видео тұр, одан кейін геймерлер кеңестер. Бірінші все видеоны қойсақ болады, жоғарғы бір жылжытып қоя саламыз, болды. Одан кейін опубликовать дегенді бассақ, бүкіл осы жасалған іс-әрекеттеріміз сақталып қалады. Одан кейін брендингтегі өтетін болсақ, мына жерде каналымыз соңында қандай значок шығады, соны өзгертсеңіз болады. Изменетті басып, өзіңізге ұнаған значокты таңдайсыз, сол значок тұратын болады сіздің каналыңызда. Одан кейін каналыңыздың шапкасын, жоғарыда тұрған көріп тұрсыздар ғой, шапкасын қалай өзгертесіз, изменетті басып, мына жерде өзіңізге ұнаған сурет таңдайтын болсаңыз, сол сурет каналыңызда бүйтіп шыға келеді. Логотип каналы. Мынау логотипті мына жерге қосаңыз болады, яғни видео бітіп жатқан кезде соңында 5 секундта, 10 секундта осы логотип шығатын болады. Одан кейін основная информация, яғни о канале деген функция мына жерде. Соны қалай толтыру керекпін? Менде сәлем ютубер канал, автор Мейрамбек Кәсіпкер, ютуб тренер, киностудия каналын директ, қазіргі таңда 700 000 подписчик тіркелушісі бар дегенді 1 миллион ауыстыратын кез келіп қалып, құдай қаласа, Алла нәсіп етсе. Тіркелуші бар. Мұнда YouTube және интернет арқылы ақша табу, даму, подписчик, просмотр жолдарын көрсететін боламын. Каналдар келіп, жаңа пайдаланушылар жіберіп алма деген секілді. О канале деген ғой, сол тұрады. Одан кейін почтам тұрады, почтаңызды жазып қоясыздар. Яғни мына жерге показать адрес электронной почты деген кезде сіздің почтаңыз шығатындай. Кез келген ютубер өзінің жеке информациясы, тікелей байланысатын информация тұру керек. Мына жерге де мысал қойып қоя аламын. Менің Instagram парақшам. Мейрамды жазып қоямын. И маған коллаборация жасаймын, киностудия Мейрамның ішінде рекламасы алушылар болатын болса, немесе сабағым сатып алушылар болатын болса, осы парақшаға өзіп, дайректке жазып, хабарласып, сөйтіп қызметтерді алады. Сол секілді сіздер де өздеріңіздің жеке парақшаларыңызды, немесе контактный информация дейді, ол сізбен байланысатын контактный информация, немесе почтаңызды жазып қою керексіздер. Өйткені сол арқылы басқа енді бұл жерде жеке написать сообщение деген жоқ. WhatsApp сияқты, Instagram сияқты дайректке жазатын, сондықтан да сондай нелер жазып қою керексіздер, контакттар жазып қою керексіздер. Мінекей барынша жауап беруге тырыстым сұрақтарға. Келесі видеоларда кездескенше сау, сәлемет болыңыздар. Сен мені ауыртқаннан мен айықпайым, екеуміздің арамызда әлі де лайықтайым. Алға қойдым, енді қайтпайым, сен үшін толықтайым.